көбінесе адамның көзіне шөп салу деген ол деген проблемадан қашу ғой. Бұлардың мақсаты, бұл 4 еркектің мақсаты, олар айтқандай қайтадан бұрынғы өмірге қайтып келейік дейді. Мына балалар болмаса мен диссертациямды қорғаушы едім, үлкен болғым келмейді, мен ана кішкентай бала сияқты қайтадан сол өмірді сүргім келеді деген. Отырмын да, ана өмірім күшті болып еді, қыздарым көп болып еді, билеп жүрдім. Ол өмір бойы өзінің сезімдерін іштей тығып жүргенін көреміз, ал ішімдікті ішкен кезде оның бәрі босап шығады. Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адам және сезім туралы ашық әңгіме. Солай бағдарламасы. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Сәлем, Жанна. Сәлем, Меруерт. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Қазір біз не туралы сөйлесеміз? Қандай кино? Ер адамдардың күйзеліс кезеңін талқылаймыз. Киноның аты «Еще по одной», бірақ бұны қазақшаға тура аударатын болсақ кішкене мағынасы өзгеретін сияқты. Өзгереді қатты. Оны тікелей аудара алмаймыз, сондықтан да біздің бір өзіміздің бір версиямызды көрсетіп көрейік. Ол былай ой, еще по одной деген орысша айтқанда біз түсінеміз. Ал енді қазақшаға аударсақ, алып қояйық деген сөз, әрине ол бәрімізге танымал болады, таныс болады. Біз айтамыз, алып қояйық деген, ол енді ішімдік туралы. Шыны керек, бұл киномыз алкоголь туралы, ішімдік туралы, алып қояйық деген атқа сай. Мен бір сұрағым өзіме қызық. Сен айтып кеттің, бұл саған бір ұнайтын кино, өзіңе ұнайды. Сол мен сұрағым неге? Мен ойымша ер адамдар туралы кинолар аз. Ер адамдардың проблемасы қандай бүгінгі таңда? Көптеген жағдайда ер адамдар ерте өледі әйелге қарағанда. Ер адамдардың қоғамда көптеген бір ұғымдары бар да, жылауға болмайды, проблемаларыңды айтуға болмайды, сен мықты болуың керексің, сен мынандай болуың керексің деген сияқты көптеген бір убеждениялар бар да, стереотиптер. Сондықтан да бұл кино ер адамдардың ішінде не болып жатқанының туралы бір күйзелісті көруге болады. Сондықтан да бұл кино мен үшін кәдімгідей әрбір ер адамның басынан өтетін оқиға деп ойлаймын. Әрине, көптеген тағы да басқа кинолар да бар шығар, бірақ дегенмен маған дәл осы кино ұнатты, өйткені бұл жерде бір ғана кейіпкер емес, ер адамдардың арасында, сонымен қатар бірнеше ер адамдардың сонда күйзелісте жүргенін көреміз. Әр адамның сол күйзелісінің ішінде қалай адасып жүргенін, не істеп жүргенін бақылауға болады да. Психологиялық жағынан қызық кино десей бұл, иә? Әрине. Қызық, сен айтып кеттің, сен айттың, мен өзім ойланып қалдым. Шынында да солай болып тұр ғой. Әйелдің психологиялық жағына ма, әйелдің өміріне біз көп көңіл бөлеміз. Иә, өйткені қалай айтсам екен? Әйелдердің өздері көп көңіл бөледі ғой, өзіне. Сондықтан бұл бізге түсінікті. Көптеген кино бар, барлық киноны алатын болсақ, міндетті түрде бір әйелдің өмірі, оның не істеп жатқаны, қалай одан шығады, барады деген сияқты сұрақтар пайда болады, жауаптар шығады. Ал енді еркек десек, біз боевик болады ма, ол енді әдемі еркек Джеймс Бонд сияқты ма, сондай сияқты кинолар есімізге түседі. Ал енді қызық, сен айттың, мен ойланып қалдым да, шыны керек бұл киноға мен бұл жақтан қарамаппын. Мен ойламадым бұл жерде жабық, айтылмайтын нәрсе ашылып жатыр деген сияқты. Бұл жерде енді ер адамдар енді қоғамда көп проблемасын айтып жүре алмайды. Айтқанның өзінде де кейде біз инфантильді бір позицияны көреміз.
бір жәбірленушінің бір атынан айтып тұрғандай, иә. Бірақ дегенмен көп ер адамдар бір жағынан айтқысы келеді, екінші жақтан бір рұқсат жоқ сияқты қоғамда оны істеу үшін. Сондықтан да бұл кино кәдімгідей әйелдерге де пайдалы, ер адамдарға да пайдалы кино деп ойлаймын. Өйткені әрбір адам олардың ішінде не болып жатыр, ер адамның ішінде не болып жатқанын түсінуге көп ойлануға шақырады осы кино. Сондықтан да балалар да бар ішінде, бұл деген тек қана бір ер адамның болып жатқан өмірі емес, кәдімгідей қоғамдағы қалыптасқан бір жақсы отбасы сияқты болып көрінгенмен, бірақ олардың арасында бір қарым-қатынас жоқ, сөйлесу жоқ. Сразу оны бір сценаны көреміз ғой. Үйде 4 адам, бірақ 4-еуі де ешбір сөйлеспейді. Тыныштық. Өзара қатынасты емес. Сондықтан да бұл енді былай бірте ақырындап барайық, иә, бастайық басында. Дайын тұрмын сразу шаппа. Тоқтай тұр кішкене. Біз мысалы алып қояйық деген кино. Бұл 4 ер адам туралы. 4 ер адам туралы, бірақ осы 4 ер кісінің ішінен бір басты кейіпкер сияқты бір кісі бар, мұғалім. Мартин деген, Мартин. Это период в истории, когда западные страны на основе своего технологического прогресса начали процесс, приведший к созданию современного мира. Ең бірінші көргенде ешқандай бір қатты уайым деген сияқты білінбейді. Енді бір осы орта жастағы ер адам, несі бар, бала шағасы бар, әдемі әйелі бар, үйі бар, жұмысы бар деген сияқты бізге мысалы кейіпкер келеді. Тұрақты бір өмір салты бар адам. Тұрақты өмір салты бар. Бірақ ары қарай оның көзіне қарасақ, мұңы көп екен. Мұңы көп, айтылмаған сөзі көп. Орта жастағы қуаныш жоқ. Көзінде бір қуанатындай бір сәттер жоқ. Балаларды көңілсіз, әйелі де кетеді ғой. Өзінің көңіл күйі ары қарай осы атмосфера дейді ғой, сөз шығады сонда. Менің сұрағым былай, мысалы біз айттық, орта жастағы күйзеліс дейміз ба? Ер адамның. Ол қанша жастан басталады психологиялық жақтан, және де ол міндетті түрде өтетін нәрсе ма? Міндетті түрде өтеді. Одан қашуға болмайды. Ең басты кезеңді Джеймс Холлис арқылы қарастыратын болсақ, ең бірінші кезең ол балалық шақтан, жасөспірім шақтан босану, босатылып шығу. Ол не дегеніміз? Ол дегеніміз, мысалы, әрбір балалық шақтағы бала, жасөспірім өзінің бөлек адам екенін түсіне бастаған кезде, менің өзімнің қалауларым бар бұл өмірде, мен осындай жеке адаммын деген сияқты сезінетін бір кезең. Екінші кезең ол путь героя деп аталады. Ол кезде әрбір адам ізденісте болады. Маған үйленші, маған тұрмысқа шықшы, мені жұмысқа алыңыздаршы деген сияқты адамның бір іс-әрекеті басталады өмірге деген. Өйткені мектепті бітіргеннен кейін, университетті бітіргеннен кейін үлкен енді аренаға шығады ғой, жұмыс тауып, өз-өзінің тұрмысын құру үшін. Сондықтан да бұл екінші кезең, ал үшінші кезең бұл уже кәдімгідей күйзеліс, кризис среднего возраста деген үшінші кезең. Бұл кезеңде артта жасалған барлық тәжірибелердің нәтижесі. Мен не істедім ана жақта бүгінгі деңгейді көру үшін. Сондықтан да осы күйзелісте адам өзінің құндылықтарын салыстыра бастайды. Оның арасындағы достары өзгереді, өмір салты өзгереді, көзқарасы өзгереді өмірге деген. Сол жерде кәдімгідей
саналы түрде немесе саналы емес түрде адам өзінің өміріне басқа көзқараспен көре бастайды. Ол салыстырады өзінің өмірін, ананікі неге мынандай, менікі неге мынандай деген сияқты түрлі ойлар пайда болады. Егер жас кезінде бәрі күліп ойнап жүрген кезде, осы үшінші кезеңде адамдар көбінесе көңілдері толмай, кішкене мұңға батып, депрессияға ұшырайтын осы сәт. Бірақ бұл жерде тағы да айта кететін жай, көбісі кризистен шығып кету үшін көптеген бір әрекеттер жасайды. Басқа әйел тауып алады, басқа ер адамды тауып алады. Бір енді қоғамға түсініксіз іс-әрекеттерді жасайды десек те болады. Мысалы, шаштарын қатты бояп кете ма, немесе біз білеміз, түсініксіз бір машинаны сатып ала ма. Қызыл машина деген сияқты стереотиптер бар ғой енді. Ол да бір нәрсе бар, бірақ қазіргі кезде одан да асып атқан адамдар. Олар қызыл машина, қызыл көлік, ол стереотип болып қалды. Стереотип, иә. Оны қазір басқаша қазір өтеді адамдар. Одан ол жаққа бармасақ, біз осы бізде бар 4 ер кісі бар, осы біздің киномызда. Мартин бар, оның достары бар. Олар бізге таныс, қалай, шешім. Дағдарыстан, орта жастық күйзелістен шығу бізге таныс шешім алды. Ішу. Ішімдік, иә. Ішімдік. Алып қояйық деген сияқты. Бірақ олардың қалай, изобретательность дейді ғой, ол күнде кішкене ішейік дейді. Күнде көп емес, өзімізді ұстайтында, өзіміздің мерамызды білеміз деген сияқты. Интеллигентті түрде ішіп жүрейік дейді ғой. Көрсеткенде әдемі көрсетеді, андай кәдімгі ойлайсың, бұлар маркетинг түрінде аяғында бір спонсор мынандай алкогольный компания деген сияқты шыға ма деп ойлайсың да, кәдімгі, өйткені оны бір жаман нәрсе сияқты емес, әдемі, күшті нәрсе сияқты көрсетеді. Тартымды қылып көрсетеді. Мен өзім ішпегендіктен маған оны ұнамады, шын айтамын. Мен бүйтіп отырмын, қалай енді ол қайтадан бізге осы маркетинговый ход қой, маркетинговый ход деп. Сіздер көретін болсаңыздар, міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Өйткені ол да бір қалай айтуға болады, ол да бір маңызды нәрсе. Иә, өте маңызды. Өйткені ортасында көрсең, қандай күшті екен, оны ішсең бәрі күшті болады екен деген сияқты ой пайдалан болады. Ол енді өтірік нәрсе. Ең бастысы жаңағы ол деген ойламайды ғой ішімдік туралы. Бірақ достарымен жұмыстас кәсібінде жұмыс істейтін адамдармен ресторанға барған кезде мы подошли к главному блюду. Могу я предложить к нему красное вино? Обязательно. И налейте очень-очень-очень полный бокал для Мартина. Да. Сол кезде басы басталады да, сол ішімдіктің. Ол деген кәдімгідей ішіндегі депрессияның бар екенін де түсінбейді ол Мартин. Кәдімгідей бір қалыпты, бір өмірді сүріп жүрген Мартин ресторанға келген кезде өзі ашылады. Балалар болмаса, мен диссертациямды қорғаушы едім деген сияқты бір айыптау сөзін айтады. Оны терең қарастыратын болсақ, бұл жерде ашу бар балалардың пайда болғанына. Өйткені балалар пайда болды, оның өмірі бітіп қалды, немесе оның қалағанындай болмай қалды деген сөз ғой. Бірақ дегенмен бұл жерде бір жағынан жәбірленушінің сөзі деп айтсам да болады. Осы мен балаларым кінәлі деген сияқты айыптау ғой. Бірақ бұл айыптау негізі Мартиннің өзінің ішіндегі айып. Өзінің кінәлауы. Бірақ оны мойындағысы келмейді, оны міндет ретінде алғысы келмейді, жауапкершілікті алғысы келмейді. Сондықтан да айналада кім бар, соған төгіп салу да. Мен қазір ойлаймын, ол осы кезде пайда болды. Осы бір ойы, өзі бір қалып. Бұлардың мақсаты, бұл 4 еркектің мақсаты, олар айтқандай, қайтадан бұрынғы өмірге қайтып келейік дейді. Ол осы ой, осы жерден ақ бізге мүмкін емес ол. Егер біз өзімізге мен қайтадан кезінде әдемі болып едім, мен андай болып едім, мындай болып едім деген ойлар пайда болса, мен ойлаймын да, осы жақтан да өздеріңізге шындықты айту керек. Ол мүмкін емес, ол болмайды. Бірақ егер сіздер ол келіспесеңіздер, қайтадан бізге жазыңыздар, пікірлеріңізді айтыңыздар. Мен өзімнің ойым, сол 4 еркек басқа жаққа, олар
алдыға бармай артқа барды. Артқа барайықшы, артымыз белгілі, ол кезде әдемі күшті болды. Алдымыз белгісіз, ойбай оған бармайық. Менің сұрағым, күйзеліс деген нәрсе, ол не нәрсе? Егер ер кісіні алсақ, әйелді алмайық, ер кісі, орта жастағы күйзеліс. 30 жастан басталады деп айтуға бола ма? Болады, 27 жастан басталады. Әйтпесе мен оны 40 жас деп жүрдім. Жоқ. 40 жастада да бар, 27-ден бастап адамның өзінің ойлары пайда болады да. Әркімнің енді тағдыры әртүрлі ғой, сондықтан да 27-ден бастап адамның ойы өзгереді. Мен жұмысым мынау күнделікті ұнайтын жұмыс па, менің таңдаған әйелім осы дұрыс әйел ма, менің таңдаған жарым осы жарым ба деген сияқты түрлі ойлар келеді. Или мен жеткілікті жақсы ата-анамын ба, жақсы жұмыс істейтін кәсіби маманмын ба деген сияқты. Кім болғым келеді дегенде сұрақтар келу мүмкін, иә? Бұл жерде тағы да айта кететін жай, біздің қоғамда қазір барлығы өз-өзін іздеп жүр ғой. Иә. Бір жағынан бұл жаман нәрсе емес, жақсы нәрсе. Бірақ дегенмен бұл артта дұрыс жасалмағанның белгісі. Өйткені қоғам бар, ата-ана бар, сен мынаған барып оқисың, бүйтесің, сөйтесің деген сияқты. Үйленесің деген нәрсе бар ғой енді. Сол кезде бәрібір айналып келгенде сол дағдарыс қалып келеді да. Өйткені ол шешімге байланысты бір сомнение, да? Мен дұрыс жасадым ба, неге мені бүгінгі өмір мені қуантпайды? Сондай сұрақтардан басталады негізі кризис. Ол енді ол бір айтып кету керек шығар, ол сұрақтар норма ғой? Норма, бірақ таңертең тұрған кезде мен өзім ойлаймын да, сені жұмысың қуантпаса, онда ол ойландыратын нәрсе. Ол ойдан қашпау керек. Одан қашпау керек. Ары қарай дами беру керек. Кейде мен бұрында офиста жұмыс жасап жүрген кезде, андай кухняға келесің ғой, сол кезде енді бір адамдарды көресің. Күнде андай ұйқысы туралы проблемасын күнде айтады. Немесе жұмысына деген көңілі толмайтынын айтады. Күнде айтады. Сонда айтасың, өзің ойланасың да, көңілің толмаса бір нәрсе ауыстыру керек қой деп. Сөз ғана аз десейші. Неменеге қазір адамдардың эфирін алып жатырсың? Егер сондай қиналып жатсаң, ол да бір позиция ғой, біз білеміз, ол позиция жылау. Жәбірленушінің ол да бір өзінің позициясы бар. Мен ойлаймын, ол егер бұл жерде де әркімнің бір выбор ғой, тыңдама. Тыңдама дегенде, жоқ, егер жұмыс болмаса деген ғой, егер әрине сенде жұмысың ол басқа, егер жұмыс нәрсемен. Ал егер бұл енді біз басқа жаққа кішкене кетіп баратырмыз, мен қайтарайын, біз орта жастағы күйзеліс дедік. 27 жастан басталу мүмкін. Маған өте қызық нәрсе сен айттың, өйткені мен ойлаймын, көрермендерімізге де, өйткені біз ойлаймыз, бір стереотип бар, орта жастағы күйзеліс ол 40 жастан басталады. 40 жас емес. Енді мен қазір ойлаймын, 27, 28, 30 жастағы ер балаларымыз, ер жігіттеріміз, ер кісілеріміз, олар ондай болса менің бір сұрақтарым қоятын да жөн екен деп ойлап қалады, иә? Ал енді ары қарай сұрағым былай. Тағы да қосып кетейінші, Жанна. Дағдарыс дегенде, күйзеліс дегенде, мысалы бізде деген кішкентай кезімізден белгілі бір циклды үйретеді. Өмір деген мынандай циклмен жүру керек дейді. Мысалы, оқуды бітіресің, жұмысқа тұрасың, сосын күйеуге шығасың, үйленесің, сосын балалы боласың, отбасын әрі қарай дамытасың деген сияқты, келін боласың, күйеу бала боласың деген сияқты. Әрі қарай сол балаларыңды өсіртіп, олардың да циклын жалғастырып кетесің, сол мектепке апарып деген сияқты. Бірақ дағдарыс неден басталады? Сол циклға өмірің сай келмесе. Мысалы, сен жұмысың болмаса, немесе сен үйленбеген болсаң, күйеуге шықпаған болсаң, балаларың болмаса, отбасың болмаса, болды. Адамдардың ішінде көптеген сұрақтар пайда болады. Неге анада мен сондай бар, менде ондай жоқ? Неге ол табысты, мен табысты емеспін? Неге ол солай, мен осындай деген сияқты. Сол күйзеліс... Салыстыру деген қалай салыстыру
дың шешімі мен ойымда айтайын да, салыстырған деген ол дұрыс емес қой. Енді біз білеміз ғой, бәрінде индивидуальный. Бір жағынан дұрыс емес, бір екінші жақтан енді кейде біз қоғамда көреміз ғой, 40 жастағы адамдар 20 жастағы адамдардың өмірін сүреді. Мысалы, әлі күнге дейін гитарасын алып, паркте өлең айтып, тамақтарын жеп өмір сүреді. Немесе әлі күнге дейін мысалы хостелда жүреді, мысалы 50 жаста болмаса да. Енді таңдау ғой. Ол да таңдау. Егер ол өзін бақытты сезсе, ол бір сұрақ. Ал егер ол мысалы сен айтқанда өзіне көптеген сұрақтар қойып, бірақ оларды жауып тастайтын адам болса, ол басқа. Ол енді индивидуальный ғой, біз білмейміз. Дұрыс айтасың. Кешіріңіз, бұл жерде айыптау сияқты болып естілді, бірақ айтайын дегенім, мысалы, бір жаста тоқтап қалу ғой. Өспей қалу. Мысалы, сол мен айтайын деген. Мысалы, кейде енді адам не кисе де, не ішсе де, не жесе де маған бәрібір, бірақ дегенмен дағдарыс сол жаңа сен айттың ғой, алдыға жүру үшін жаңағы кейіпкерлер артқа жүреді. Қайта бұрынғы өмірге қайтқысы келеді. Сол қайтудың өзі регрессия. Балалық шаққа қайтып оралу деген, мен деген үлкен болғым келмейді, мен кішкентай бала сияқты қайтадан сол өмірді сүргім келеді деген, мен қазір үлкен өмірден бас тартамын деген сөз. Егер мысалы сондай ойлар пайда болса, еркісіде, мысалы мен былай еркісі болсам, мысалы отырмын да, ана өмірім күшті болып, қыздарым көп болып, билеп жүрдім, қазір аяғым ауырып жатыр деген сияқты, қайтып келсем, қазір кішкене бір 100 грамм сияқты ішіп жіберсем, қайтадан өзімді жас деп сезем деген ойлар пайда болса, күшті айттың. Ол мысалы машинада айтады ғой, машинада бір нәрсе сынса, чек дейді. Түсінеді, машина бар адамдар түсінеді, чек деген бар, чек жанады. Ол мысалы бірдемен бұл машинада сынып қалған деген сияқты. Ақау пайда болды. Ақау пайда болды. Егер мысалы осындай ойлар пайда болып жатса, бұл чек деп айтуға бола ма? Әрине болады. Мен өзіме мысалы, мен ностальгировать етіп кеттім деген сияқты ойлар, ана басқа өмірім, ана артқы өмірімді. Ол жай ғана ностальгия емес, ал мен бірдеме болып жатыр ішімде деген сияқты ой бола ма сонда? Өте күшті сұрақ. Біз жаңағы кейбір программаларда, бағдарламада айтып кеттік, жаңағы горевание деген процесті, қайғыру процесін. Сол жерде, сол циклды өтпегенше адамның жаңа өмірі басталмайды дейміз, немесе ол тұрып қалады. Бұл не дегеніміз? Өйткені енді бір туысқандардың арасында жиналған кезде, немесе бір ата-бабаларымыз әңгімелесіп отырған кезде жиі естиміз ғой, менің балалық шағымда СССР кезінде деген сияқты көп нәрсені қайта-қайта айта береді. Мысалы, 50 рет айтады, немесе бір туысқандардың үйіне барғанда естисің ғой, қайта-қайта келген кезде сол бір әңгіме. Ол әңгімені сен уже 100 рет естідің. Ол не дегеніміз? Ол деген жаңағы қайғыру процесінен өтпегені туралы жайлы. Қайғыру процесінен өтпегенде сол адамның бір ойда қалып қалуы. Тіпті жаңағы алдында киноны да талқыладық қой, босанудан кейінгі депрессия. Біздің заманда ата-анамыз 10 баланы туды ғой деген, ол да сол қалып қалу, қайғыру процесінен өтпеген. Бұл қатып қалу деген де сөз болады ғой? Қатып қалу деген сияқты. Ал енді сонда бізде регрессия деп айттың, онда регрессия ол артқа болса, алдыға деген прогресс сияқты ма сонда? Әрине. Сонда прогресс жүрмей қалады ғой? Прогресс жүрмей қалады, өмірдің дамуы тоқтап қалады. Бәрі енді былай айтып көрейінші, мысалы, бәріміз осы шақта өмір сүреміз. Психологиялық тұрғыда негізі бәріміз осы шақта болуымыз керекпіз. Кейбір адамдар, мысалы, алдыда жүреді. Алдыда бір қорқыныш сәттерді ойландырып алады да, бүгінгі сәтте өз-өзін қорқытып тұрады. Мен анаға барсам, мынандай қорқынышты нәрсе болады, одан да мен бас тартайын, бүйтейін, сөйтейін дейді, тоқтап қалады. Болашақта жүреді, дәл қазір осы уақытта емес. Немесе тағы да бір вариант, ол адамдардың өткен шақта жүргенде, өткен шақта энергия өліп қалған. Ол жерде еш нәрсе істей алмайсың, ол жерде еш нәрсе өзгере алмайды. Сондықтан да адамдардың иллюзиясы, ана жаққа қайтып келсем, баяғыдай қызық болатын ау шығар деген сияқты ойлар болады, бірақ ол тек қана ойлар. 100% болмайтын нәрсе, белгілі нәрсе, Ол бүгінгі өмірге сай болмауы мүмкін.
сай болмағанын енді осы кино арқылы көріп тұрмыз. Жаңағы Мартин жаңағы ресторанда отырған кезде бұл киноның әдемілігі, жаңағы сен айттың ғой, ішімдікті күшті қылып көрсетеді, адамның көзін тартады деп. Маған ұнаған жері бұл жаңағы музыкаға деген үлкен адамның талғамын көрсетеді. Классикалық музыкасы бар. What a Life емес, жаңағы современный да, именно классика жанрындағы жақсы музыканы қояды. Сол кезде кәдімгідей интеллигентті, күшті мұғалімдердің ішімдікке берілгенін көреміз да. Сонымен қатар жаңағы Мартин ана жерде отырған кезде Мартиннің қандай проблемаларын көреміз. Ол өмір бойы өзінің сезімдерін іштей тығып жүргенін көреміз, ал ішімдікті ішкен кезде оның бәрі босап шығады. План был такой, что мы состаримся вместе и будем держать друг друга за руки. А что теперь, не знаю. Өзін бір жайлы сезінеді, өзін қуанышты сезінеді, анау деген айналада кім не айтып жатыр, оның барлығы фонға кетіп қалады да, кәдімгідей бір жақсы бір энергияға кетіп қалған сияқты бір өзін күшті сезінеді, жайлы сезінеді. Сол кезде бір иллюзия пайда болады. Осы екен ғой маған жетіспей жүргені деген сияқты. Сол сәттен бастап енді сол ресторанның бір стөлдің үстінде кездескен адамдар, ер адамдар, барының ойлары келіседі, өткені әрбіреуі сол депрессияда жүрген ер азаматтарды көреміз. Сонымен қатар ішінде бір жігіттер бұл дұрыс емес, біз басқаша жүрейік деген адам жоқ. Бәрі соған беріледі. Коллективный разум дейді ғой енді олар. Сосын біз енді өтірік айт, мен шыны керек, білмеймін енді ол да стереотип шығар, бірақ ер адамдар олар мысалы біз егер әйел десек, әйел ішетін болса біз бұл әйел ішіп кетті деп айтамыз, ішетін әйел болса. Ал ер адам ішетін болса, еш нәрсе жоқ, кішкене ішіп жатыр ғой деген сияқты. Ол сондай бір бар ғой стереотип. Бар стереотип. Сондықтан енді бұл енді ер адамға сай нәрсе сияқты. Бұл енді әрине дұрыс нәрсе емес, шыны керек. Өйткені бұның бәрі айтқандай регрессияға апарып келеді. Ол адам, ішетін адам, ол басқаша адам болады, оны білеміз де, оны көптеген нәрселер, ол ер адамдардың тіпті өздері де біледі, ол ішкен адамдардың өздері де біледі, бірақ ол енді бір ауру деп айтады ғой енді. Ол ауру деген бір күнде пайда болатын нәрсе емес. Кейде көресің ғой, магазинге келген кезде, күнде бір таныс келбет адамдар бір пиваны, сыраны алып шығады. Сонда ол кешке жақын өз-өзін жайландыратын бір әдісі ғой. Әдісі. Ол да мысалы сен қазір айттың, ауру деп айтамыз, ішімдік. Бірақ егер біз ауырып қалсақ, мысалы тұмаумен ауырсақ, біз енді жүре бермейміз ғой. Біз дәрі ішіп, оны тоқтатамыз. Бұл да бір шешім шығар, егер кішкене адам іше бастаса, өзін ойлау керек, ауру болып жатыр екенмін, осы жағында қазір тоқтатайын өзімді, ары қарай бұны асқындырмайын бұл ауруды деген сияқты пайда болса ойлар мүмкін. Шыны керек, мысалы тұмауымыз ары қарай грипп болмай, ОРВИ болмай, бұл да енді ішімдік бір жағынан тоқтатады. Бұл жерде біздің кейіпкерлеріміз оны істей алмай қалды. Ары қарай аса берді, тіпті өлімге алып келді. Сонымен қатар жаңағы Джеймс Холлисті айтып жатырмын ғой, сол Джеймс Холлис айтады, кім дағдарыстан шыққысы келмейді. Жаңағы кіші баланың позициясында болған адамдар, инфантильді адамдар, ал сонымен қатар кейде есеймеген адамдардың психологиялық тұрғыда магическое мышление деген бар. Олар ойлайды, егер маған осы дене берілсе, бұл өмір бойы осындай денсаулық болады деген сияқты. Немесе мен өзгермейді деп қайтадан ойлайды ғой. Оны ешкім бұза алмайды, өмірде ешқандай өзгерістер болмайды деген сияқты. Сонымен қатар тағы да отбасылы болған кезде де болды, мен махаббатпен үйлендім, биттім, сөйттім деген кезде, ол да бір иллюзия. Ол да бір қалыпты, мысалы, сезім деп ойлайды. Мысалы, жақсы көріп қалдым, осы. Ол бұл жерде де бір отбасыны көріп тұрмыз, олар өзгерді,
бірақ өздері соған қалай шынайы қарауға батылдығы жетпеді. Дұрыс айтасың. Бұл жерде әйелі де депрессияда жүр да, бірақ ол депрессиядан ішімдік арқылы емес, басқа ер адамды таңдау арқылы шығып тұр да, бірақ ол экологиялық шығу емес. Ол да экологиялық шығу емес қой, иә. Бірақ ол ең болмаса әйтеуір болса да бір қызық, бір өмірін қуанышқа толтыратындай бір әдетке айналдырған нәрсені көзіне шөп салады. Тебе тоже весело? С кем-то другим? Я же не могу вечно сидеть и ждать тебя. Сондай бір депрессияның түрін көреміз. Көбінесе адамның көзіне шөп салу деген ол деген проблемадан қашу ғой. Сондықтан да егер үйде сенімен сөйлеспейтін, бір қарым-қатынасты көрмесек, махаббатты, жылулық болмаса, әрине әр адам түрлі нәрсе арқылы іздейді да. Мартин сол ішімдік арқылы іздейді, әйелі болса жаңағы көзіне шөп салу арқылы шешімін табады. Мысалы біз енді түсіндік, бұл дағдарыстан, күйзелістен шығу әдісі деп табылды. Бұл адамдар өздеріне осындай шешімге келді. Қалай, егер сен айтып кеттің қазір экологиялық күйзелістен шығу да, ол сонда қандай басқа әдістер бар? Денені бұзбайтын, сананы ашатын бір әдістер бар шығар? Негізінде мен ойымша адамдар көбісі ана құнсыздандыру процесін қатты ұлғайтып тастайды да іштей. Мысалы, аяғын бір соғып алды ма, ай жарайды, ертең бәрі дұрыс болып кетеді дейді. Мысалы, көңіл бөлмейді да. Ол әр сондай бір ситуациядан кейін адамдардың ойында сондай әрекет, сондай әдет қалыптаса береді да. Әй деген. Әй, қойшы. Ой, ертең жасаймын. Ой, зарплата алғаннан кейін барамын. Ол зарплата басталғаннан кейін біреудің тойы бар, туған күні бар, анау бар, мынау бар. Сонымен оған да аяғы жетпейді, сонымен ол әдетке айналып кетеді, ол қалыптасқан нәрсе. Бұл құнсыздандыру, өзінің дене сезімталдығын жоғалту. Содан басталады. Дене сезімталдығын жоғалту деген, мысалы, кейбіреулер айтады ғой, ой, ұрды ғой бізді үйде де, не болды соншама соған өзіңнің уәжіңді айтып деп та. Сол кезде әр адамның өзінің таңдауы бар да, мысалы, сезімталдық, оны күнде бір тисе берсе, адамдар үйреніп кетеді ғой оған. Сондықтан да ол адам үшін онда қатыгездік, ол норма сияқты да. Сондықтан да бұл бір құнсыздандыру. Екінші, қалай шығуға болады? Менің ойымша, денсаулық демекші, бұл ең басты біздің қуаныштың, бақыттың кілті. Сондықтан да қолжетімді поликлиникалар бар. Сол жерде керекті бір анализдерді тапсыру керек, терапевтке қарану керек, эндокринологқа, невропатологқа бәріне қаранып шығу керек. Ол барлығы тегін. Сонымен қатар жаңағы денсаулықтың, көңіл күйге әсер ететін витамин D бар, группа витаминов В деген нәрселер бар, жаңағы железо, ферритин, тағы басқа. Енді сол барған мамандар өздері айта жатар, бірақ дегенмен сол көрсеткіштерді де ретке келтіру керек. Гормондар демекші, жаңағы бізде серотонин бар, қандай тағы да, дофамин, эндорфин, соның барлығын қалай көтеруге болады, мен өзімнің тарапымнан не істей аламын деген сияқты Google арқылы түрлі кеңестерді табуға болады. Ең бастысы жаңағы уақытылы ұйықтап, уақытылы тұру. Дұрыс тамақтану. Кәдімгідей қайтадан жаңағы Маслоудың пирамидасына қайтып келдік. Сонымен қатар жаңағы анализден кейін дәрумендерді ішіп, соны толтыру, ретке келтіру. Сонымен қатар жаңағы дофамин, серотонин деген нәрселерді мүмкіндіктеріңіз болса, спортпен айналысу. Спортке енді құлшынысыңыз ондай күшті болмаса,
жай хотя бы серуенге шығып 1 сағаттай жүру күнделікті өткені. Ана сенің бір кеңестерің бұл мындай Қарапайым. қол жететін кеңес. Мен болса ойлаймын да, енді өзіме қараймын. Мысалы, көрермендерімізді ойлаймын, мен сияқтылар ойлайды. Сен айтып жатсың, барып поликлиникаға қазір бәрі бар, тегін десең бар. Сен бір жағынан ойлайсың, ой, қазір барсам бұлар қайтадан ауруларымды шығарады, мен бармай қояйын деп шығатын адамдар. Құнсыздандыру ғой қайтадан. Ол содан бір жағынан ол қорқу. Болашақта қазір міндетті түрде мен барсам әйтеуір бірдеме маған айтады, содан қайтадан сол поликлиникадан шықпаймын деп ойлайды адам. Бір нәрсе. Екінші, айтып жатсың, ұйқы. Дұрыс, уақытында ұйықтау, уақытында тұру, тамақтандыру өзін, дұрыс бір тамақ тағам жеу. Ал ойлайсың, ой, қайда сол ма? Мен оданша бір қымбат, бір коучинг алайын, содан алсам, соны әйтеуір бір не сияқты, дәрі-дәрмек сияқты. Иә, дәрі-дәрмек, біреу мені қазір үйретеді, сосын сен оны аласың, оған оны оқымайсың, сол қалады, сосын айтасың, бәрі өтірік. Бұл сендердің психологияларың ешқандай неге әкелмейді. Өзім психологпын. Өзім психологпын. Ал мысалы ең қарапайым нәрсе айтып жатқан, ол адам сенбейді ғой. Құнсыздандыру ғой қайта. Ұйқы, мен де айтам, шын мен бір кісіден сұрадым, ол спектакльде ол бір героиня ғой, енді мен оны ойнадым. Сосын мен сұрадым, енді сіздің өміріңіз қиын болды, өзіңіз әртүрлі жерлерде жүрдіңіз, үлкен кісі ғой енді. Қалай сіз шықтыңыз қиыншылықтардан деп сұрақ қойғанда, ол маған айтты, мен білесің бе, міндетті түрде уақытында кешке бос басымен ұйықтаймын. Сонда мен айтам, сонда ойлаймын ғой, сонда сол кеңес пе қиыншылықтан қалай шығу? Ұйықтау уақытында, өзіңді жақсы сезініп, Құдайға шүкір, жастығым бар екен, Құдайға шүкір, аспаным, қандай өзіңнің ұйықтайтын жерім бар екен, баспанам бар екен, қол аяғым бар екен деген оймен ұйықтасаң, келесі күні шыққанда бәрі басқаша көрінеді, өміріңде бір қызығушылық та пайда болуы мүмкін. Ол енді сондай кішкентай енді қарапайым қол жететін кеңес сияқты, бірақ оған ешкім бармаймыз. Сосын жаңа сен айттың ғой поликлиника туралы, ой деп, сосын тағы да бір мысал айтқым келеді. Кейде адамдар ана очередьті күткісі келмейді, сонымен қатар жай ғана өзінің денсаулығы үшін ешбір әрекет жасағысы келмейді. Дайын нәрсеге ұмтылады да, сол дайын нәрсеге ұмтылу, ол жаңағы Мартиннің регрессияға оралып кішкентай бала болғанның позициясындағы әңгіме ғой бұл. Егер адам өзінің денсаулығы үшін бәрін жасайды, енді сау адам, саналы адам. Сондықтан да бұл жерде егер өмір тек қана саған керек, өзің бір әрекет жасамасаң, ешкім көмектеспейді. Балалар өседі, әйел деген басқа ер адамды да табады, немесе ер адам басқа әйелді табады деген сияқты түрлі ситуациялар болады. Бөл десейші бұл, бірақ өмірдің аяғында бәрібір сен өз-өзіңмен қаласың. Сондағы өзіңмен қалғандағы сенің жағдайың қандай болады? Сен өз-өзің киіне алатындай, шешіне алатындай мүмкіндігің бола ма? Өз-өзіңді тамақтандыратындай мүмкіндігің бола ма? Окей, сенің ата-анаң жеткілікті мүмкін білім бермеген шығар, бірақ бүгінгі таңда 21-ші ғасырда сен не істей аласың? Қазір қолжетімді сабақтар бар, қолжетімді YouTube бар, қолжетімді кітаптар бар. Оның барлығын оқи тұра, кәдімгідей өзіңді жетілдіруге болады. Сен кәдімгідей шыңға шығам десең, қателессең де, тоқтап қалсаң да, ойланып, қайтадан кетіп қалып, қайтадан оралсаң да, сол шыңға шыға аласың. Бұл жерде жай ғана әрекет керек, жай ғана жұмыс істеу керек. Оны тоқтамай, қайта-қайта кәдімгідей үлкен дистанциядағы марафон ретінде санау керек та. Сондықтан да бұл жерде бетпе-бет шындықпен кездесу. Сонда бір уақыт қой сонда, бір бәрімізге тән нәрсе.
бетпе бет өзіңмен кездесу. Күйзеліс деген әртүрлі жағдайда болады ғой. Мысалы, біреу ауырып қалады, немесе біреудің отбасында бір нәрсе болып қалады, соған орай адам депрессияға ұшырайды, сол күйзеліске ұшырайды, немесе тіпті біз өзімізді алайықшы, ата-анамыз қайтыс болып жатқан кезде дейлі ауырып қалса да қатты күйзеліске түсеміз, бәріміз уайымдаймыз. Сондықтан да бұл күйзелістің бір басты түрткі болатын старты деп айтайықшы. Сонымен қатар жұмыста бір нәрсе болмай қалады, жеке өмірде бір нәрсе болмай қалады. Түрлі жағдайдың арқасында сондай нәрсеге тап боламыз. Көңілсіз болған бұл да бір табиғи нәрсе ғой, былай қарасаң, иә? Ол біз ана көңілді іздейміз, ол мүмкін нәрсе емес қой. Бір мұң деген, ол да қайтадан біз сол қайтып келеміз ғой, мұңды экологиялық, саналы эмоция деген нәрсеге қарасақ, мұң деген ол да бір адамға сай нәрсе. Оны уақытында өтетін болсақ, ол ары қарай асқынбайды. Әрине. Жаңа сен жақсы ой айттың. Бұл жерде әрбір адам күйзеліске түскен кезде өз-өзіне жақсы күтім жасаса, жаңағы Маслоу пирамидасын айттық, қолжетімді әрекеттерді айттық. Соның барлығын жасай тұра, өз-өзіне жақсы ата-ана болу керек. Менің ата-анам онда жеткілікті қамқор бере алмаса, қолдау бере алмаған жағдайда, мен неге өзім соны бере алмаймын? Мен оны қалай үйренемін? Окей, мен оның тәжірибем жоқ. Мен басқа адамдардан соны қарап үйренейінші деген сияқты. Басқалар не істеп жатыр? Оқу, көру деген сияқты нәрсе ғой. Зерттеу, тану ғой бәрі. Зерттеу, тану, ол да бір істер. Сосын тағы да ойлаймын да, мысалы, бұл кинода Мартиннің бәрі бір өмірге деген құштарлығын көрсетеді. Бірақ бұл құштарлық енді әр адамның таңдауы. Мен сол ішімдік арқылы ғана бақытты бола аламын ба? Неге мен сол ішімдікке ғана тәуелдімін? Неге мен бақытым сол ішімдікке тәуелді болып қалды? Басқа өмірде қандай қуаныштар бар? Тіпті Абайдың да бір сөзі бар ғой. Адамның бір қызығы бала деген. Бұның мағынасы өмірдегі кейбір адамдар ойлайды, сол бір ғана қызық бала арқылы ғана ала аламыз деп. Бірақ негізінде адам түрлі жерлерден ала алады. Мысалы, спортқа бара ма, немесе кітап оқитын кітапханаға бара ма, ол жерде бір үйірмелер бар шығар, шаңғы тебе ма, жүгіре ма. Қазір көп үйірмелер бар негізінде, былай қарасаңшы. Сондықтан да күйзелістен шығу үшін адамның өзінің іштей бір ынтасы болу керек. Сондықтан да бір қызыққа тірелмей, қызық деген сол өтірік баланың иллюзиясы ғой, ішімдік деген. Мен күшті көңілдімін. Ол да бірақ бір іс-әрекет қой енді. Ол да күйзелістен шығудың бір іс-әрекеті. Бірақ ол енді ең оңай, ең жеңіл іс-әрекет. Және де мен айтып кеткем, біз сөйлескен кезде бәрімізге белгілі, оны қайтадан иллюзия деп айтпайық, ол ешнәрсе жоқ, кішкене ішсең болады деген жоқ, біз білеміз, ішімдік деген регрессия, оны білеміз, айта жатырмыз, бәрі түсінеді оны. Үлкен адам, енді біз орта жастағы күйзеліс деп жатырмыз. Егер 15 жаста десек, жарайды, ол енді білмейді, оған танымал нәрсе сияқты, қызық нәрсе сияқты. Енді 40 жастағы адам болсын, 30 жастағы адам болсын, әйел болсын, ер болсын, бұл ішіп жатсыздар ма? Бітті деген сөз. Ары қарай тоқтатыңыз, өздеріңізді ұстаңыздар, басқа іс-әрекет іздеңіздер деген. Ол шын, мен түсінем, әрине ол айту оңай деп айтады адамдар, айту оңай. Ішінде сен оянғанда ұйқы да жоқ, тамақ ішкің де жоқ, әдемі емес, бәрі болды. Мен түсінем, депрессия деген кәдімгідей ол өте адамның ішкі дүниесін
Ол тек қана ақ пен қара қылып көреді ғой, сонда Иә. басқа түстерді көрмейді өмірінде. Иә, оны біз осылай отырып мына жақта мынандай кеңес деп енді біз бұлар оңай айту деген әп-әдемі қыздар болып отыр деп ойлайды адамдар. Бірақ біздің айтып жатқанымыз күйзелістен шыққаннан кейін мен мысалы өзімді айтатын болсам, мен білем ол қандай нәрсе ішінде не болып жатқан нәрсе, тіпті ішу ма, қашу ма деген нәрсе ойлар да болды, шыны керек. Бірақ менің таңдауым болды, сен айтқандай, мен өзіме соған ризамын. Маған мен ойладым, ішуді таңдамай, қашуды таңдамай, мен зерттеуді таңдайын дедім өзіме. Зерттеуді таңдайын, өзіме басқа енді спорт, әрине би деген нәрсе, мен өзім ойлаймын, осы мен айта алмаймын енді билеңдер деп қалай өзім би театрымен айналысатын адам болғандықтан мен қазаққа би деген тән нәрсе. Ол өзіміз билейтін, айтады ғой мысалы Кавказ нация, билейтін нация деп айтады. Мен ойлаймын, осы қазақ нация ол әрине билейтін, ән айтатын нация деп айтуға болады бізді. Сондықтан, бірақ оны ішімдікпен бару жол емес, ал егер мен осылай қалай сау дейма, сау түрімен қалай мен билей аламын? Мен мысалы бізде Мартинді би деген тұр мына жерде. Сен билей аласың ғой дейді. Ол айтады, мен сау кезінде билемеймін дейді. Ал енді ішсем мен енді билеймін дейді. Мен кеңесім ойлаймын, мысалы сау кезінде билей аласың ба сен? Оны ешкімге былай өзімізде үйің болса кішкене музыканы қойып, ол да бір іс-әрекет. Иә. Мен сау кезінде өзім ешкім маған қарамайды. Мысалы, мен ана басқа жаққа барып биле деп атқан жоқпын. Ал өзің үшін бір өзіңе ұнайтын өлеңді қойып, кішкене иығыңмен билеп жіберсең, мүмкін бір іс-әрекет қой. Ол да бір іс-әрекет ішінде кішкентай от сияқты жана бастайды. Бір кезде тамақтың иісі шығып жатыр ма деп өзің басқа андай бір айтады ғой, үлкен жол кішкентай қадамнан басталады деп айтады. Сондықтан сол кішкентай қадамдарды жасап көру әрине ол да бір іс-әрекет. Күшті айттың Жанна. Иә, күшті. Мықтысың, өте мықтысың. Енді менің айтқым келеді, егер сіздер өздеріңізде тағы да бір ойларыңыз болса, қандай кеңестер бар? Неге, біздің көрермендер біз білмейтін кеңестер бар шығар, экологиялық дағдарыстан, орта жастағы дағдарыс, ерлер үшін, әйелдер үшін қандай білесіздер? Мүмкін өздеріңіз оны қолданып, сізге көмектескен шығар, бөлісіңіздер, ортақ болайық. Мен де саған қосылғым келеді. Негізі өзім күнде ойланамын, мен көңілімді көтеретін, мен не істей аламын деп ше. Сол кезде енді әрине адамдардың мүмкіндігі болса, қаржы жағынан психологқа барсын деп айтқым келеді. Өйткені психологтың арқасында менің ой өрісім кеңейді деп айта аламын. Сондықтан да қазірде сол тәжірибені басқа адамдарға беріп жатырмын. Сол кезде ойланған кезде де мен ойлаймын да, не деп өзімді қызықтырсам екен деп ертең. Сондағы менің қазіргі стратегиям былай. Мен кешке уже ойланамын, ертеңгі таңғы асқа мен өзімді қалай күштілеп тамақтандыра аламын деп. Сондағы мен уже кешке ертеңгі күнімді ойлап өзімді дайындаймын. Қандай рецептті қарасам болады, өзімнің ана күнделікті өмірімді бірдей қылмай, әртүрлі қалай енгізуге болады түрлі нәрселерді деген сияқты. Сондай өз-өзіме әсер бере алатындай жерге қолымды сұғамын. Окей, уақытым болса, не істейміз? Мүмкін мен серуендеп қайтайын, медеу жаққа барып деп та, өйткені қалада тұрғанмен кейде медеуге бармаған адамдар да бар қалада. Сонымен қатар кітап бар. Кітапта сені ешкім сөкпейді, сен тек қана бір іштей өзіңмен өзің жеке басты жаңағы автормен қосылып бірге әңгіме айтып жатқан сияқты боласың, мысалы. Сол менің бір өзімнің терапияларымның бірі. Сонымен қатар кейде тағы не жасаймын деп па, өзімді қатты қолдаймын. Ой жаным, тұра ғой, менің алтыным, сені күшті күн күтіп тұр деп өзімді сөйтіп оятамын.
сондықтан да осы менің кеңестерім деп саған қосылып. Иә, дұрыс. Негізі ондай қолжетімді нәрселер көп. Бар ғой олар, иә, ол үшін ол көптеген күлкілі болады, ақша да керек емес, Иә. өзіңге бір жақсы сөз, жарым, ырыс деген сияқты өзіңе ол жақсы сөзді басқа біреуден күтпей, өзіңе де өзің айтуға мүмкін, неге болмас. Бұл енді мысалы қайтадан оралып келейік біз ана киномызға. Менің бір ойым, сен айтып кеттің, Мартиннің бір сырын айтып қойғанда, балалар болмаса мен диссертацияны бітіруші едім деген сияқты. Содан кейін ол әйеліне ары қарай біз көреміз киноның. Я тебя не узнаю. Я тебя тоже давно не узнаю. Мы не разговариваем. Ол әйеліне айтады, сен сөйлеспейсің, сен қашып жүрсің, сен басқа болдың деген сияқты. Сен жабылып қалдың дейді. Былай қарасаң, біреуді кінәлау, ол да бір қалай айтуға болады, ол да бір әдіс. Иә, ол да бір шешім сияқты. Мен мысалы, мен емес, ол осы ана жақта бәрі дұрыс емес, әке шешем ұрды деп айтады, мен сондықтан сондай жабық болдым кезінде, білмеймін, көп деген әйтеуір біреу кінәлі. Ол бізге, мен өзімді айтайын да, бізге тән нәрсе ғой. Тән. Біреуді Өйткені ол кінәлау. жеңіл нәрсе, біреуді айыптап, өзіңе жауапкершілікті алмау үшін. Ол сонда, ол қалай дұрыс нәрсе ма? Былай біреу кінәлі мүмкін ба ол? Кінәсі кім кінәлі деп айтайыншы, кім кінәлі? Бағдарлама бар ғой, кім кінәлі деген сияқты. Бізде енді басқа, бізде солай. Бағдарламаны білмейді екен, бірақ сондай өлең бар екенін білемін. Иә, бірақ баяғыда бір 15 жылдың болған шығар. Кім кінәлі? Енді сол айтып берші. Бұл жерде екі жақ кінәлі, өйткені сол тіпті отбасылық дағдарыстан шығудың да өзінде екі адам бір-бірімен ашық сөйлесу керек. Қай жерінде мен қателестім, қай жерінде сен қателестің, енді мен сені тыңдайын, сенің көзқарасың қандай деп екеуінің бірігіп жұмыс істеуі. Екіншіден, алдына қойған мақсаттары. Біз қандай отбасы болғымыз келеді әрі қарай. Осы 5 жылдықта, 10 жылдықта, 15 жылдықта, 20 жылдықта біз нені қалаймыз? Осыны ашық, бетін ашып қарап сөйлесу. Үшіншіден, жаңағы психологиялық көмек. Қалай айтпасам да, қашпасам да мен реклама жасап тұрған жоқпын, бірақ демек ол да бір оқыған маманның берері бар. Егер әр адамның өзінің басында жеткілікті білім болмаса, неге оны басқа маман арқылы алмасқа? Төртінші, осы күйзелісте ортаны өзгертпесең, сол ортада қалып қоя бересің. Сондықтан да бұл жерде кінә ол әр адамға байланысты. Сен сол жерде қалып қойғың келе ме, әлде өскің келе ме? Сенің айтқаныңмен бұлай кінәні біреуден іздемей басқа жаққа бұру. Сен өтіп кеткен нәрсе деген сияқты сен айтып кеттің ғой. Ол кінәні іздеу, ол да бір өтіп кеткен нәрсе сияқты ғой. Бұл жерде стратегиялық тұрғыда қарастыру керек деп ойлаймын да. Мысалы, егер бір бос әңгіме болатын болса, бос айыптау болса, онда келіспеуге құқығыңыз бар. Егер ол шынымен болған нәрсе болса, ол кәдімгідей сіздің жұбыңызды қатты толғайтын болса, онда бұл талқылайтын нәрсе. Сол кезде ашық сөйлесу керек. Жаңағы шындықты мойындау, ол да бір үлкею, есеюдің бір белгісі, сондықтан да оған уақыт керек. Егер оған уақыт болмаса, онда сол жерде қалып қояды адам. Мысалы, жаңағы құнсыздандыру дейікші, қайтадан сол жерге оралатын сияқтымыз. Мысалы, бір танысымның бір танысы дейікші. Хабарласады. Менде осындай күйзеліс болып жатыр отбасымда, не істеймін деп. Мен айтамын, психологқа бар деп. Неге сен психологсың ғой, сен маған көмектесуің керексің деп. Мен көмектесе алмаймын. Неге? Өйткені мен ең бірінші рөлім сенің досыңмын.
Сондықтан да мен ондай кеңес, ешқандай қолдау, психологиялық қызметімді саған көрсете алмаймын, кешір. Бірақ мен ішкі дүниелеріңізді білгім келмейді. Бірақ дегенмен сені просто ойлануға шақыратындай талқылауға шақырайын. Бірінші отбасындағы болған күйзеліс, екінші отбасындағы болып жатқан күйзеліске ұқсайды ма? Жауап бермесең де болады деп айттым. Екінші сұрақ, ұқсаса, онда ол сценарий, онда ол кәдімгідей психологқа баратын жол. Сол жердегі айтайын дегенім, егер қарым-қатынастағы проблемалар, отбасылық проблемалар бір-біріне ұқсас болса, біз деген өміріміз театр деп айтамыз ғой. Ішіндегі актерлер өзгереді, бірақ фасадтардың бәрі өзгереді, бірақ мағынасы бір. Сондықтан да егер сондай дағдарысқа қайта-қайта келе беретін болсаңыздар, бұны психологиялық түрде шешу керек деп өзің шеше алмайсың ба сонда оны? Егер қайталай беретін нәрсе болса. Егер ол қайталана беретін болса, тағы да қайталана береді, ол түсінбегенше қайталана береді. Тавтология көп болып кетті, бірақ дегенмен енді ол деген не ғой? Өмірде бір тавтология болып кетіп жатыр ғой. Бір жетінші рет енді үйленіп, сол кезде түсінген жағдайлар болады ғой енді. Окей, болады. Бірақ дегенмен терапия, менің ойымша, дистанцияны қысқартады да, уақытты қысқартады. Сен жетуіңе болады сен. Бірақ оған уақыт көп кетеді, иә? Уақыт көп кетеді, өйткені сен зерттеуің керексің. Сонымен қатар психолог мамандар енді не үшін олар әрдайым әр ай сайын оқиды. Мысалы, мен әлі де кәсіби мұғалім деппін ғой. Психолог болсам да, әр ай сайын мен оқудамын. Әрдайым оқудамын, әр жерге барып оқып келемін. Оны мен не үшін жасаймын? Өйткені әрбір психологтың мынаяқтағы гигиенасы таза болу керек та. Енді ол да бір өзіңді де жетілдіру, ол да көмектесетін профессия болғандықтан адамға бір сол адамға келісетін бір инструментті беру. Мен нені бұл әңгімемізді егер қорытындайтын болсақ, бұл жерде біз сөйлескен кезде басында айтып кеттік. Мысалы, Мартин, былай қарасаң, сен айттың, ол Мартин, ол өмірін жақсыруға іс-әрекет жасап жатты көрдік. Оны тіпті ішесің ба, қаласың ба, ішпейін кетем деген сияқты ойлар болды. Ол өзінің ішінде дұрыс емес екен-ау, басқаша болайын-ау деген сияқты бір өздеріне сұрақтарын қойып жатты, оны да көріп жаттық. Сонда кейбір кезде жетпей қалады, қалай енді ерік дей ма? Ерік күші жетпей қалып, арғарай қалып, содан арғарай тағы. Сонда ерік күші деген не нәрсе? Ол адам омен туыла ма? Немесе ол өскен сайын қатаятын нәрсе ма? Қалай айтуға болады? Сол ерік күш туралы айтып жіберсем өзің ойыңды. Өзіңде бар ма ол? Мысалы, былай ерік күші дей ма? Сила воли, дұрыс қой, ерік күші. Бір жағынан бұл отбасынан келеді, 50%. 50% адамға байланысты деп айтам. Отбасыда берсе берді, бермесе бермеді. Оны қабылдау керек. Егер өзіңе келетін болсаң, Мартинге келетін болсақ, бұл жерде сен өмірге деген құлшынысың қандай өмірді қалайсың деген сұрақтарды қою. Неге ондай сұрақтарды қою керек? Өйткені көбінесе адамдар ойланған кезде бір кішігірім бір дистанцияны ғана ойлайды. Бүгін ішіп күшті болсам екен деп. Бірақ андай 5 жылдықта, 10 жылдықта ойланатын болса, ол қандай өмірге алып келетінін сезбейді. Және де ішімдікте жүргеннен кейін ондай ойлау қабілеті де аса күшті болмайды. Сондықтан да ол кәдімгідей ішімдікке берілген арнайы терапияда болады. Топтық терапия деген мүмкін американдық киноларда көрген шығарсыздар. Бізде бар ма ол? Бізде бар. Өзім онымен айналыспаймын, менде басқа топтық терапия бар. Бұл жерде жаңағы
12 қадамнан тұратын салауатты өмірді таңдау жол. Сондықтан да егер оған қолдарыңыз жетпесе, тіпті интернет арқылы сол жолдарды іздеп тауып алсаңыздар болады. Ол жерде міндетті түрде ментор бар. Қайтадан жаңағы қолдауға ораламыз. Кәдімгідей ортаңызда дұрыс жолды таңдаған адамдармен көп қарым-қатынаста болу керек деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңағы сұрақ, ерік қайдан болады? Ерік деген жаңағы қайтадан адамның ішкі мотивациясынан туады да. Мысалы, қалай айтсам екен, кейбір адамдар неге тастайды сол ішімдікті? Өйткені өзінің денесіне бір зақым келгенін сезсе, өмір сүргісі келсе, тоқтатады. Егер оны сезбейтін болса, әрі қарай сол өмір жалғаса береді. Мысалы, адамдардың ой өрісі қалай өзгереді? Мысалы, балалар есейген кезде олардың бір отбасылары болады, немерелер болады. Сол кезде іштей бір ойлар туады ғой, мен неге жақсы әже емеспін, немесе мен неге жақсы ата емеспін деген сияқты, үлгі бола алмай жүрмін деген сияқты адамдар жинала бастайды да. Егер ондай мотивация болмаса, адамдар шашылып жүре береді. Сенің айтқандай, бақытты болу ол да бір шешім. Сау болу, денің сау болсын, менталь жағынан да сана сезім сау болсын деген ол да бір шешім. Әр адамға тән нәрсе. Мен білем, өзім осы ішімдікке адамдар кодироваться келеді ғой, сол кезде оларда сұрайды, көптеген нәрсе бар, ол кезде алып келеді, мысалы әйелдер болсын алып келеді күйеулерін, немесе күйеулер әйелдерін алып келеді, аналар алып келеді балаларын, сонда сұрайды. Егер бұл жерде мен білем да, ол сондай бар сұрақ қояды. Егер сіздер өз еркімен келген болмасаңыздар, егер сіздерді біреу алып келсе, ондай болса өздеріңіз тұрып кете беріңіздер. Мен сіздерге көмектесе алмаймын деп айтады. Бинго, дұрыс айтты. Ал егер сіз өздеріңізге өзіңіз өз аяғыңызбен, өзіңіздің ниетіңізбен келген болсаңыздар, ондай болса қалыңыздар деп айтады. Өте дұрыс сөз. Сол кезде тұратын адамдар, кетіп қалатын адамдар бар, артынан тоқта деген басқа өздерінің жақындары барады. Ал бұл не деп айтқым келеді бұл жерде? Өзіңе қарау, еріншектің ертеңі бітпейді деген сөз. Ол тек қана жұмысқа ғана сай нәрсе емес. Ол өзіңе де бұрып қарауға болады. Ертең спортзалға барам. Ертең өзіме бір күшті нәрсе алам. Ертең достармен барып серуендеймін, тауға барамын. Әйтеуір ертең өмірім басталады деген нәрсе, ол иллюзия. Қалай да ол шындық болсын, ұнайды ма, ұнамайды ма, бірақ ол сондай. Ертең деген ол жоқ нәрсе. Бүгіннен бастаңыздар, бүгін өмір сүріңіздер, бүгін өзіңіздеріңізге қараңыздар, бүгін бақытты болайық. Ал ертең деген ертеңде қала берсін. Солай. Тағы да бір нәрсе бар да, адам бір өзгеріске дайын болған кезде түрлі бір сиқырлар пайда болады. Сиқыр дегенде бір керек адамдар табылады, керек жерде бола қаласың, керек бір нәрселердің барлығы алдына келіп тұрады да. Сол айтарым. Мысалы, адам ізденіп бастаған кезде керекті бір құралдар, кітаптар, адамдар, көмек бәрі келе қояды. Сондықтан да тек қана жүректеріңіз ашық болсын. Соны ғана қосқым келеді. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.